Maşallah. Keremet. Tabiatın Жаным, мен звондай бересің. Мен Жолда звондай кетіп тұрамыз. ешқандай қатындар жоқ жанымда, ешқандай қыз келіншектер тиісіп жатқан жоқ, ешкімге қарап жатқан жоқпын. Көзімді жұмып жүрмін жаным. Мен сені сүйемін, сенен басқа ешкім сүймеймін жаным. Жанымның бәрі, адамдардың бәрі қарап тұр. Айқайлап айтайын ба? Мен сені сүйемін! Не керек бұдан артық? Болды жаным, звондай бермеші жаным. Мен сені сүйемін, болды жаным. I love you. Точно, я. Не болды ғани? Келгеннен бастап телефонын қолынан түспет, келінге отчет тапсырып жатсың ба? Еркек болса, сәл мәрт болса ше, маған бір звондаған жоқ қой қатын, бір жассын, қаяқтасың десін, кетті ғой, кетті, былай ұстау керек қатын дегенде. Не мынау? Нәзік жандылар, олар өте нәзік, мәпелеп, аялап ұстау керек қой. Қандай мәпелеп, аялап, былай ұстау керек қатын, былай ұстау керек. Балаларының анасы қой, қойсай. Қайтейін ол, былай ұстау керек қатын, бұл ертең кетіп қалады олар, білесің ба? Дұрыс па молдеге айтыңызшы. Машалла, бауырым. Әйелді бүйтіп ұстау керек, дұрыс па? Әрине. Машалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Хайрукум лин-нисаихи." Сіздердің ең жақсыларыңыз әйелдеріне жақсы мамиле көрсеткендеріңіз деп айтады. Енді пайғамбар алейхиссалату вассалам сияқты әйелдеріне мамиле көрсеткен ешқандай бір адам жоқ та. Сондықтан біз үлгіні кімнен аламыз? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдан алатын екенбіз. Оны Аллах субханаху ва тааля Құр'ан-ы Керимде "Лақад кана фи расулиллахи усватун хасана" біз үлгіні Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды алатынымыз туралы Аллах Тағала Құр'анда айтып жатыр да. Енді сіз әйеліңізді құлдай ұстасаңыз, өзіңізде құл сияқты өміріңіз өтеді. Егер де сіз әйеліңізді ханшайым сияқты ұстасаңыз, өзіңіз патшадай өміріңіз өтеді, құрметті бауырым. Түсіндіңіз ба? Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Осы роликтерді шығару себебіміз Мақтаарал ауданында алғашқы болып медресе салынып жатыр. Ол медресе 100 балаға арналған қариялық медресе болмақ. Аллахтың разылығы үшін сіздерден көмек сұраймыз ағайын. Алласын танып, пайғамбарымызды жақсы көрген ұрпақ отбасына қамқоршы болады және де адал ас жегізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис мұбарактарында сіз қайтыс болғаннан кейін сіздердің арттарыңыздан сондай амалдар барады деп айтады. Сіздердің беріп жатқан бұл садақаларыңыз ақиретте біздің жәннатқа кіруімізге себеп болуы мүмкін. Сол Дада Қидыр мешітіндегі құрылысты жүргізіп жатқан Абдурауф ұстаз, шын есімі, яғни құжаттағы Кенжаев Расул Абдурауф ұстаз есімімен танымал. Осы кісі жүргізіп жатыр, осы кісінің реквизиттері астында толығымен тұр. Хабарласып, көз жеткізіп, салатын ақшаларыңызды салыңыздар. Алла сіздердің разы болсын ағайын.